Ассалаумалейкум. Мен дейтін қазір Городделдің алдындамын. Мына Городделға келдім. Мошенниктер маған сағат 9:20-да звондады. Сіздің атыңызда енді кредит алынып жатыр деп. Әңгіме қалай болды? Әңгіме дейтін налоговыйдан 910 декларация тапсырмағансың деп маған звондады. Налоговый сотрудниктері болып, сосын налоговый сотрудниктері мен дейтін код айт деді. Мен кодты айтқан жоқпын. Күмәнданған себепті алдымда қойып тастадым. Содан кейін WhatsApp-пен аудиозвонокпен бір кісі звондап, полициядан деп. Сосын мен алдымда қойып тастадым, короче, үшін. Сосын екінші видеозвонокпен деді, видеозвоноктарын көтерген жоқпын. Аудиозвонок звондап қоймағасын, сосын көтердім де сөйлестім. Сөйлесуіміз примерно бір 5 минуттың үстінде болды. Сол кезде айтатыны манағыда сізге налоговыйдан звондады ма, бізде антикордан сервис бар, короче, сервисте счет код айт манағыдай мошенниктер пайдаланған сөздер бар, сондай сөздерді сервистің обработать еткенде блокировать етеді деп, сіздің даныңыз бізге түсті деген сондай немен мошенничествомен звондады бір кісі WhatsApp-пен. Сосын мен айтайын, мүмкін сен өзің де мошенник боларсың деймін ғой. Жоқ дейді, жақсы деп сөйлесіп кеттім да. Сөйлескенде бағанағыдай сен данныйларың утечка болып кетіпті, қандай банкке бердің, даны кімге жібердің, қалай не істедің, өзінің сұрақтарын қойып жатыр. Сосын мен сен қазір дейтін департамент юстицияның адамдарымен байланыстырамын деді. Бір келіншек звондады, келіншек қосылды неге, екіншісі неге, линияға. Сол екеуі менің миыма отырып жеді ғой. Сен дейтін данныйлар кімге бердің, қалай кетіп қалды, банктер қазір осы мошенниктер болып жатыр деген әңгімемен. Соңында ойшым маған дейтін сол видеозвонокпен звондап менің Face ID-мді алып алып, кредит оформить еткісі келгенін түсіндім де, алдым қойып тастадым. Қайта звондады қоймастан. Сосын мен Городделға келдім. Айтайын дегенім осы. Городделға келдім. Городдел енді біз обычно біз қалай білеміз, мошенничество бірден отырса осында келіңдер дейді ғой бізге. Міне келіп отын Ибрагим Хами деген кісіге жіберді. Ибрагим Хамиге барсам, айтады, біз дейді онымен айналыспаймыз дейді ғой. Сонда Городдел не үшін түсінбеймін да. Біз дейтін қарапайым халықпыз, біз білмейміз қалай не істеу керек екен, қалай істеу керек екен. Әйтеуір Аллахтың мейірімен мен код айтқан жоқпын, ештеңе айтқан жоқпын да. Айтып қойған адамдар мошенничествомен ілініп қалып жатқандар қаншама. Сонда қалай көмектеседі да. Мен айтамын, сендер алдын ала мысалы инструкция, не істеу керек, қалай істеу керек, ары қарай болу керек болар, методичка бірде. Бізде ештеңе жоқ дейді ғой. Керісінше мен айналыспаймын, себебі соттың бағанағыдай қылмыстың беті жоқ дей ма, бірдеңе дейді тұрышым. Түсінбедім. Енді өздерінің тілдерін бір нәрсе айтты. Соны айтады, біз дейтін сонда қарапайым халық не істейді. Осында келеді ғой. Бұлар көмектеспейді да. Департамент полицияның басшысы мысалы не істеп жатыр, қалай істеп жатыр, қызметкерлері неге дұрыс жұмыс жасауды не істемейді, біз қарапайым халыққа неге көмектеспейді деген әңгіме. Самый элементарный мынандай нәрсе істейсің, Егов мобайлға кіріп өзің атынан манағыдай счетты блокировать етіп тастайсың, қай данныйларын тексеріп көмектесейік деген сияқты ең бірінші көмектерді де бермеді ғой. Керісінше Нұрсаядағы облыстық департамент полицияға бар дейді ғой маған. Мен ол жаққа барсам проблем сендерге жібереді. Сендер қаласыңдар ғой десем, жоқ, сол жаққа барасың дейді. Ибрагим Хами деген кісі. Осындай біздің Атырау департаменті полициясы жұмыс жасайтын қала. Білмеймін енді кімге қалай болатын, бірақ менің ойымша бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі қазір мошенничествомен күресу керек, бүйту сөйту керек дейді. Қайта ең жоқ дегенде не болу керек қой? Первая помощь болу керек қой. Осыны нәрселер істейсің, осыны методичкалер бар, өзінің әдістері бар. Осыған звондайсың, банктерге звондап біл, қырғын базалары бар, содан тексеріп берсе де, оның өзі бір үлкен көмек болар еді. Жоқ, керісінше алдағандай болып, бағанағыдай біз оны айналыспаймыз, қылмыстың беті жоқ, ашылмаған, бүйтпеген, сөйтпеген деген адам настроение сүріп көтені бір төбе болды. И Нұрсаядағы неге жібереді еще. Сол жаққа барсаң не болады, ол жақта тоже солай айтады. Сонда екі адам ортада жүгіріп қалады да. Ол қызметкерлердің салғырттығы деп білемін. Сондықтан осыған мән берсеңіздер, бүгін 9 октябрь сағат 10:30 болды, 10:30. Атырау қалалық полициясы. Қызметкер Ибрагим Хами деп шықты 4-29 кабинетте отырып.